Мора бірінші бөлім табалдырық. Көктемнің соңғы күні аспанды сұр бұлт торлағанмен күн жылылығын сақтап тұр. Алматының орталығындағы зәулім шыны ғимарат таңғы уақыттан-ақ тіршілікке тола бастаған. Кеңсе қызметкерлері бірінен соң бірі есіктен кіріп, биік ғимараттың ішінде жоғарғы қабаттарға шығуда. Қаланың шуы алыста, ал бұл жерде тек арман қуған жандар мен есепке толы өмірдің ызғары сезіледі. Қатты желден көктемнің иісі мен жаңбырдың лебі сезіледі. Дәл осы кезде ақ жамылғы кигендей бойжеткен қыз ғимараттың алдына келіп тоқтады. Үстінде қарапайым киім, қолында қызғылт папка. Көзінде үміт пен сенім бар. Бұл Айару еді. Әкесінен ерте айырылып, анасының зейнетақысымен жетілген, бірақ көңілі бай, жүрегі таза қыз. «Бісміллә» деп сыбыр етті. Есікті ашып кірді. Ғимарат іші таза, әйнек жылтырап тұр. Ресепшнның жанынан өтіп, лифтке беттеді. Оның артынан бірнеше қызметкерлер ілесті. Бірі көзіне көзілдірік таққан, ұяң мінезді Бауыржан. Ол директордың орынбасары. Ішкі сабырын сақтаған, әр қызметкердің көңілін бағалай білетін жан. Сәлден соң қабырғадан таянып, қолына таяқ ұстаған, костюм шалбар киген, нұрлы жүзді, жасы 80-ге таяған ақсақал кіріп келді. Бұл компанияның негізін қалаушы Әбілқасым ата. Қоғам алдында көрінбейтін, бірақ бәрін сырттай бақылап жүрген дана кісі. Жүрісі баяу, бірақ жанарынан өткірлік байқалады. Лифттің есігі ашылып, ішке бірінен соң бірі еніп жатты. Айару іштей қобалжыса да ақсақалға жол беріп, өзі де ішке енді. Сол сәтте еденді тақылдатып келіп қалған қымбат киім киген бойжеткен лифтке қарай адымдай жөнелді. Ол Жанбике. Әдемі, сұлу, бірақ тым тәкаппар. Жоғарғы қызметке жеткенін өзінің табысынан көретін, айналасын менсінбейтін. «Кешіріңіздер», деп жалған жымиып өзінше кішіпейіл көрінгенімен, лифтке аяқ басып тұрып, «Ойбай, енді шал сыймайды-ау», деп Әбілқасым атаны шынтақпен түртіп сыртқа итеріп жіберді. Кейбір жұмысшылар бұл әрекетке таңырқаса да үндемей қала берді. Тек Айарудың жүрегі дүрсілдеп кетті. «Ата, сізде бәрі жақсы ма?» деп лифттен секіріп шығып, ақсақалдың қолтығынан демеді. Жанбике лифт ішінде мырс етіп күлді де, еш мән бермей түймені басып, есікті жапты. Әбілқасым ата үнсіз тұр. Көңіліне тікен қадалғандай, жанары сөнгендей болды. Бірақ жанында тұрған Айаруға қарап, жылы жымиып, «Қызым, сен бұл жерде жұмыс істейсің бе?» «Жоқ, ата, мен жұмыс сұрап келдім». «Онда жүр, бірге отырайық, саған әңгіме айтып берейін», деді жұмсақ үнмен. Сыртта жел өрлеп, түнерген бұлт астында жас қыз бен қария жаймен сөйлесе бастады. Арада 10 минут өткенде
Абылқасым ата немересі Сұлтанға қоңырау шалып: «Бір қыз бар екен, Айару дейме, соған жұмыс тауып бер. Ал ана дөрекі администраторларыңа ескерту жаса. Жаман қылықтарын көзіммен көрдім», деді. Сұлтан үнсіз тыңдап, мән-жайды түсінді. Көп ұзамай Айару ресми түрде жұмысқа қабылданып, компания өмірінде жаңа кезең басталды. Ал лифт есігін қасқайып жапқан Жанбике кімді ренжіткенін де, кімді түртіп шығарғанын да білмеді. Бұл тек бастамасы ғана еді. Ендігі жерде мұра кімге бұйырады? Ізгілік пе, тәкаппарлық па? Уақыт көрсетер.